Каспий теңізінде мұнай өндіруші шетелдік компаниялар экологиялық талаптарды сан ескертуге қарамастан өрескел бұзылып жатыр. Сондықтан аймаққа жуық арада мемлекеттік деңгейде қатаң тексеру жүргізілмек. Бұған қажетті қаражат бюджет пен инвестициялық салымдардан жұмсалады. Ал мәселені біржола шешу үшін Қазақстан Норвегияның тәжірибесін таңдап алды. Осы мақсатта экологиялық кодекске түзетулер енгізіліп, мәжіліс депутаттарына ұсынылды. Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімнің айтуынша, жаңа заң қабылданса экологиялық тәртіп қатаңдай түседі. Мы хотим поднять до уровня Норвегии. Норвегияның деңгейіне жету көзделген. Мәселен, заң жобасында мұнай өндірілетін әр жерге 24 сағат жұмыс істейтін бейне камералар орнатылып, оны сол нысандарға бекітілген экологтар бақылайды деген өзгертулер бар. Ерекшелігі сол, апаттың алдын алу мақсатында тәртіпті бақылаушы мамандардың жұмысы ерекше маңызға ие. Егер эколог олқылық жіберген жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Сонымен қатар Каспий теңізінде мұнай өндіретін көршілес 4 мемлекетті экологиялық талаптар бұзылған жағдайда бірлесе жұмыс істеуге міндеттейтін қос бірдей хаттама әзірленді. Оған биылғы жылдың тамыз айында Ақтауда өтетін Тегеран конвенциясы тараптарының конференциясында қол қойылмақ.